Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын сіздерге мынандай бір әңгіме айтқым келіп тұр. Бұрынғы заманда бір данышпан өмір сүріпті. Ол өте керемет, бәрін біледі екен. Соның бәрін білетіндігін дәлелдеу үшін бір күні бір кісі келіпті де данышпанның алдына тұрып, бір көбелек ұстап алыпты, қолына ұстап алыпты да айтты: данышпан, сен өте мықтысың ғой, сен бәрін білесің ғой, сен айтшы, мен мына қолымның ішіндегі көбелек тірі ме әлде өлі ме депті. Сонда данышпан не деп айтыпты? Бәрі өз қолында депті. Бәрі өз қолында депті. Демек, егер ана адам қолын ашып жіберсе, көбелек ұшып кетеді, қолын мыжып қалса, көбелек өліп қалады. Сондықтан балалар, бәрі данышпанның қолында. Сондықтан бүгінгі біздің сабағымыз өте жақсы өтуі кімнің қолында екен? Өзіміздің қолымызда екен. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, сіздерге мынандай чек-лист таратылады. Мына чек-листке сіздер қазір сабақ бойында орындаған тапсырмаларыңызға бал қойып отырасыздар. Міне мына жерде толық орындадым, жартылай орындадым, көмек керек болма, соның бәрін мына жанына белгілеп отырасыздар. Әр тапсырма орындаған сайын, соның соңында біз бұдан балын шығарамыз. Мынау әрқайсымызға жеке-жеке беріледі. Мына суретке қарап, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын балалар анықтайшы. Мына суретке қарап отыр, бүгінгі сабақтың тақырыбы. Тағы. Қараймыз. Балалар. Ал. Мөде. Жоқ, тағы. Ал. Ғұндар, неліктен ғұндар деп ойлаймыз? Бұл жерде ақшаспен бұрынғыда жер жаулап, сол жерде соғысқан, сол себепті ғұндар деп ойлаймын. Ғұндар деп ойлайсың. Жақсы. Демек балалар, отыра ғой, бүгінгі біздің сабағымыз ғұн тайпасы туралы. Сабағымыздың мақсаты ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Ал енді бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты бұл ежелгі мемлекеттік бірлестіктерді сипаттайды, мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіреді. Бүгінгі сендердің мақсаттары осы бірлестіктер туралы сипаттайсыңдар және олардың құрылуын түсіндіреді екенсіңдер. Стоп-кадр әдісі бойынша қазір сендерге бейнематериал көрсетіледі. Бейнематериалды не істейміз? Мұқият көреміз. Содан кейін бейнематериал бойынша қазір және тағы да басқа деректер бойынша сіздерге тапсырмалар беріледі. Соларды не істейміз? Орындайды екенбіз. Бұл атауы хунну деп берілген. Олар Еуразия тарихында жауынгерлік даңқымен атағы шыққан. Ғұн мемлекетінің өрлеуі Мөденің атымен байланысты. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда Мөде Қытаймен соғыста жеңіске жетіп, ғұн тайпаларының басын біріктіріп, Мөденің сол кезде ғұн тайпасының ең мықты жері бұл
оның әскері болды, өйткені ол қаншама жерді жаулап алды. Соған байланысты оның әскери жүйесі өте жақсы, өте мықты болған екен. Әскери жүйесі оң қанатқа, сол қанатқа және орталық қанатқа болып үшке бөлінген екен. Өкімет мемлекет басында тайпаның басын кім басқарып отырды? Шанюй. Одан кейін түмен басы бар, оларға бекзадалар мен Шанюйдің бауырлары жатады. Және 1000 басы бар, 100 басылар, 10 басылар болып, осындай қоғамдық құрылысқа бөлінген екен. Сол Хун тайпасының халық үлкен жиналысы өтіп тұрды. Оны ең алдымен кімдер басқарғанда? Ақсақалдар басқарған екен. Ақсақалдар басқарды. Және бұл халық жиналысы жылына бір рет өтетін. Және бұл жиналыста не туралы айтылды? Мемлекеттік мәселелердің бәрі осы халық жиналысында талқыланған екен. Енді Шанюйдің қызметі қандай? Ол қандай қызметтер атқарды? Ол ең алдымен не істеді? Мемлекетті басқарды. Мысалы, біз қазақ елінде тұрамыз. Біздің басшымыз кім? Мемлекетті басқарады. Президент дейміз, Мысалы, сол кездегі кім? Мына жерде Шанюй, Сол сияқты ол не істеді? Мемлекетті басқарды, әскерді не істеді? Басқарды, бітім жасады, көрші мемлекеттермен бітім жасады, жердің тұтастығын сақтады, сот билігін атқарды және көрші мемлекеттерге соғыс жариялау қызметі бәрі осы Шанюй атқарған екен. Енді бұл жердегі Хун тайпасындағы тағы бір ерекшелік, бұл ата-баба дәстүріне негізделген азаматтық қылмыстық заң жүйесі болған екен. Бұл жерде мысалы осы заңға бағынған, мысалы адамға пышақ не қанжар салынып өлікші еткендер өлім жазасына кесілген, ұрлық жасаушының малын түгел не істеген? Тәрбиеленген, жеңіл қылмыс жасағандардың беті тілінген дейді, қылмыскерлер қамауға алып жазасын беріп 10 күннен әрі дейін созылмаған дейді. Осындай ата-баба дәстүріне негізделген азаматтық қылмыстық заң жүйесі болған екен. Мына жерде бағана бейнематериалда тыңдасақ, Дунхулармен соғысы кезінде Мөденің қандай сөзі бар? Жер мемлекеттің негізі мен ырысы деген сөзі бар, Сол кездегі осы Мөде Шанюйдің ең негізгі ойы, ең негізгісі бұл сол кездегі өз елінің жерін сақтап қалу. Жер мемлекеттің негізі мен ырысы деген сөзі осы Мөде Шанюйдан алған екен. Сіздерге мынандай топтық тапсырма. Барлық факторларды ескеру әдісі бойынша қазір 3 топқа тапсырма беріледі. Мына жерде факторлар келтірілген. Сендер сол факторларды ескеріп отырып, мына жерге қорытынды жасап, өз ойларыңызды жазып шығасыздар. Кітап материалдар, бағана бейне материалды, қазір мен қосымша материалдар берем, сол бойынша. Сендер мына жердегі материалдарды пайдаланып отырып, адамды отырамыз. Мысалы қараңыз. Фойе әдісі арқылы бірінші фактор сыртқы саясат, екінші фактор діни бірлестігі, үшінші фактор Мөде Шанюй екенін анықтадық.
қорытындыға келетін болсақ, біріншісінде Мөнде Шамил біздің заманымыздан бұрын 209 жылы билікке келді. Ол хон мемлекетінің 24 тайпасын біріктіріп, Шамил, яғни аспан ұлы деген атаққа ие болады. Ол ғұндарды факторларды ескере отырып, мемлекеттің бірлестіктерін құруын түсіндіреді. Бірінші фактор Мөнде Шамил, екінші фактор үйсіндерге шабуылы, үшінші фактор Қытайдың хан мемлекетін жеңуі. Бірінші фактор Мөнде Шамил ол біздің заманымыздан бұрын 2010 жылы хан мемлекетінің билеушісі болды. Ол Мөнде Шамил көптеген лауазымдарға ие болды. Ол көптеген елдерді басып кіріп, рубасларды құрды. Хан мемлекеті әскери жүйесіндегі қолданумен Орта Азияға басып кірді. Қытайға қаңлылар осы аймақта қоныстағанда оларға қарсылық көрсетті. Соғыс біздің заманымыздан бұрын 90 жылғы Юньчжан шайқасына дейін созылды. Біздің заманымыздағы екінші ғасырда ғұндар оңтүстік Қытайдағы хан әулетін жетеді. Біздің заманымыздан бұрын 188 жылы Қытайдағы хан әулетінің императоры Гао Цзының ғұндардан жеңілгеннен кейін Мөденің алдына бас иіп, тыныштық пен бейбітшілікке қол қоюға келісім шартқа мәжбүр болады. Өте жақсы. Ол біз Цзянның мемлекетінде құрды. Ғұндар жазып қалада қалып сөзді Қытай әлеміші жүз оңтүстігінде жетеді. Жаздар оңтүстігінен Алтай тауларының етегіне дейін жеткен. Балалар, мына барлық факторды ескеру әдісі бойынша әр топ өздеріңізге берілген факторларды анықтап, соған қорытынды жасап, дәлел келтірдіңіздер, иә? Бұл біздің топтық жұмысымыз. Енді сендерге екінші тапсырмамыз бар. Тақтаға қара. Бұл жерде ұғымдарды тұжырымдармен сәйкестендіресіздер. Дәптерді ашамыз, дәптерге орындаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші дейсіздерді дәптерге. Бүтін жасайды, соғыс жариялайды, жақсы. Кіммен басылар? Шамилдің балалары және туыстар, иә? Олар үй шаруасын атқарады. Барлықтарын осылай ма? Жақсы, онда барлықтарын дұрыс жауап беріңдер. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, Мөде ол мемлекетін құрып, әскери азаматтық реформалар жасап және мемлекетті нығайтқан басшылардың бірі болған екен. Ондарда мемлекет әскери жүйемен 3 қанатқа бөлінді, бағана біз сабағымыздың басында өтті, қандай қанатқа бөлінген. Оны әскери демократиялық мемлекет болды. Жоғарғы билеуші Шамил лауазымын алып, сот, бітім жасау, әскер басқару, жер тұтастығын сақтау өкілеттіктерін осы кім атқарды? Шамил атқарған екен. Мөде әскерлер жаулаушылық жорықтар арқылы не істеп отырды? Өздерінің жерлерін кеңейтіп отырған екен. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе сіздерге чек-лист берілді. Сол чек-листке бағана орындаған тапсырмаларыңызға өздеріңізге балаларыңызды қойып маған өткізесіздер. Және бүгінгі сабағымыздың қалай өткендігі жөнінде плюс-минус қызықты әдісі бойынша маған кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Өздерінің бағына өткізген чек-листтарына байланысты сендерге мына жерде Бақытбекке болған парасатқа 10 балдан, Тартым Исатайға 8 бал, мына топтан Гаухарға 10 бал, Зере 10 бал, Жансая 10 бал, ана келесі ғұн тобынан Азиза мен Динаға 10 балдан, Саяға 8 бал қойылды. Сабағымызды қорытындылай келе, үйге тапсырма, ондардың халық жиналысы тақырыбында әңгіме құрастырып келу. Халық жиналысы туралы. Түсінікті ғой, иә?